Баяғыда бір екі дос болыпты. Арадан біраз уақыт өтіп, қазаны басқаның қайғысы басқа дегендей, екі дос тірліктің күйбеңімен бірін-бірі баяғыдай іздемейтін дәрежеге жетіпті. Бір күндері қаржы тапшылығынан қысылған досы екінші досынан басқа сұрайтын адамы қалмай, досынан келіп ақша сұрапты. Досының жағдайына қанық болған досы сұраған ақшасын қолына ұстатып жіберіпті. Дос кеткен соң еңіреп жылаған күйеуін көрген әйелі: "Олай берген ақшаңа қиналатының бар, несіне бердің?" деп таңғалыпты. "Ай ақымақ қатын, мен берген ақшама қиналып жылап отырған жоқпын. Досымның осындай дәрежеге дейін қиындыққа тап болғанын білмегеніме, осындай мүсәпір күйге түсіп, алдыма ақша сұратып келтіргеніме жаныма орып, күйінгенімнен көз жасыма ерік бердім" деген екен. Кеудеңде жаның барында, бауырлық таныт бауырға, өзектен теуіп өзгені, өзімшілдікпенен ауырма. Өмірден талай пенде өтер, сенде, менде ол өтер, бұл жалған қамшы сабындай, сыйла салмасаң сол бекер. Көңілін достың шығарсың, туыстың ісін сынарсың, қадірін білмей жүргенде қабірін қазап шыларсың. Көнбейді уақыт аңғайға, келмейді қайтып жылайда, жанталасқанша жан жақпен жан тапсыратын күнді ойла. Бақида барлық бабамыз, біздер де сонда барамыз, суық қара жер алғанша, суымасынша арамыз, суымасынша арамыз.